Алланың адамға берген ең құнды сыйының бірі. Міне осы кезде ойымызға неліктен деген сауал келері анық. Тіл несімен құдіретті? Тіл несімен ерекшеленеді? Тіл бұл адам мен адамды байланыстыратын сымсыз құрал. Біз бұл құралдың көмегімен көбіне жақсылық жасасақ, жақсы мен жаман қатар жүреді дейді. Елдерге осы тілден шыққан аңдамай айтылған сөздер өз кесірінде тигізіп жатады. Бұл қалай? Адам өзіне берілген бұл құнды құралды жүрек қалауы бойынша басқарады. Сіздер Фибоначчи қатары туралы естідіңіздер ме? Білмесеңіздер айта кетейін. Математикада Фибоначчи қатары деген ұғым бар. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 және тағы сол сияқты. Мұндағы әрбір келесі сан алдыңғы екеуінің қосындысы. Фибоначчи бұл қатарды қояндардың көбеюін сипаттау үшін қолданған. Ал мен бұл арқылы өзіміз білетін тілдің неге қауқары жететінін көрсеткім келеді. Егер сізге біреу ашу үстінде бір ауыр сөз айтып қойса, бұл сіздің шамыңызға тиеді емес бе? Міне осы жерден қатар басталады. Ал енді сіз бұл сөзге ашуланып, басқа бір адамға дөрекі сөйлейтініңіз рас-ау. Бұл сіздің бұл адамнан кейін басқа ешкімге дөрекі сөйлемейтініңізді білдірмейді. Ал сіз қатты айтып көңіліне тиген адамдарыңыздың көңіл-күйі көтеріңкі болады дей алмаймын. Ал адам көңіл-күйі нашар болған 80% жағдайда адам ашуын өзгеден алады. 15% іштей күйзеліске түсіп, қалған 5% ғана жүрегінде жылуы бар жан болып сізге бұл сөзге байыппен қарауға көмектесуі мүмкін. Ал сол 5% табылғанша бұл тізбек өз жалғасын табады. Көрдіңіз бе? Сіздің тіл дейтін құрал арқылы айтқан бір ауыз сөзіңіз қаншама адамның көңіл күйінің бұзылуына себепші болатынын. Жылы сөзбен де дәл солай. Тек бұл тізбекте керісінше өте көп мөлшердегі адам көңіл күйі көтеріледі. Ал бұл тілдің қолынан келетінінің бастамасы ғана. Менің тіл құдіреті туралы айтқан бұл бір ауыз сөз түсінігім талай адамға ой салды деп ойлаймын. Қазақ ертеден дана халық болып саналады. Сол ата-бабамның тіл туралы айтқан жақсы даналық нақыл сөздері көп. Басқа келер 10 бәленің 9-ы тілден. Тіл қылыштан өткір, сөз сүйектен өтеді. Жыланның уы тісінде, адамның уы тілінде, және тағы да басқалары. Мен осыншама шым-шытырыққа кеткен ойымен не айтқым келді? Мен бұл ойды қорытындылай келе, тіл құдіретін ерекше екенін жеткізгім келді. Оның бітпесті бітіретін, жетпесті жеткізетін, үзілгенді жалғайтын мүмкіндігі бар. Бір ауыз сөз опық жегізіп, өмір бойы өзегіңді өртесе, бір ауыз орынды айтылған сөз жадында жатталып, бақыт сыйлайды. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адамның тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Мейлі қазақ бақ шауып тұрсын, хан шайымдар